Әйелі күйеуіне: неге үйленбей тұрып кедей екеніңді айтпадың? Күйеуі: айттым ғой, барым да нарым да сен деп. Екі келіншектің әңгімесінен: менің бір ақын сіңлім бар еді. Жақында өзін үнемі сынап, жақтырмай жүретін бір сыншы жігітке күйеуге шықты. Өшін алайын деген шығар. Жас суретшіге бір әйел келіп: менің портретімді салып бергеніңіз үшін қанша сұрайсыз? Деп сұрайды. $1000. Айнытпай саласыз ба? Егер айнытпай салсам, $5000 төлейсіз бикеш. Мені ешкім түсінбейді. Неге? Өйткені ол ешкі ғой. Көзілдірік тағу арқылы оқу оңай болады деп естіген бір кісі оптикаға келеді. Сатушы берген әр көзілдірікті тағып көріп: жоқ, бұл да болмады, деп алдындағы газетке қарап басын шайқап тұрады. Шаршап, шыдамы таусылған сатушы: сіз өзі әріп танитын бедіңіз, оқи аласыз ба? Дейді. Сонда әлгі кісі сатушыға таңдана қарап: оқи алатын болсам, көзілдірікті қайтем, деген екен. Бір күні екі балықшы балық аулауға шығыпты. Бірінші балықшы балық ұстап алып: мына балықты қалай өлтіреміз? Депті. Сонда екінші балықшы тұрып: суға батырып өлтірейік, деген екен. Құлағына сырға таққан, аздап боянған, шашы ұзын жас жігіт автобусқа мінеді. Келесі аялдамадан түспекші болған қарт әже: қызым, шетке тұрасың ба? Өтіп кетейін, дейді. Әлгі жігіт: апа, мен қыз емеспін, дейді. Ой, бұ, байқұс-ау, жастайыңнан жесір қалғанбысың, деген екен. Қожа Насырдың 5 қойы болыпты. Сол 5 қой жоғалып кететіндей қайта-қайта санай беріпті. Сөйтіп бір күні Қожекең тамақ пісіріп жатып, баласын қойды санап келуге жұмсапты. Қойды санап келген баласы: әке, қойлар 4, дейді. Неге 4? Біреу қайда? Дейді қожа. Сонда баласы: бір қой қашып санатпай жүр, деген екен. Сен торт жедің бе? Жоқ, ол мен емес. Тағы жегің келе ме? Я. Жұлдыздарға арналған ресторан бар екен. Дәретханасында бір адам тұрады екен. Қандай жұлдыз кірсе, соның өлеңін айтады екен. Бір күні дәретханаға Күлкістанның президенті кірсе, әлгі адам гимнді айта жөнеліпті. Шыққан соң президент күзетшісіне: ана адамды кім қойған? Алып тастаңдар. Тұрып түштік қой, депті. Қоян кинотеатрға келіп: киноның билеті қанша тұрады? 200 теңге. Менде 100 теңге бар. Өтінемін, мені кіргізіңізші, мен бір көзіммен көремін. Бір күні күйеуі әйеліне: жаным, мені ертең 7-де оятшы, жұмысқа барамын, депті. Сөйтсе әйелі: онда сен мені 6:55-те оят, депті. Сонда күйеуі: неге? Десе: 7-де сені оятпаймын ба? Депті. Баласы қобалжыған даусымен анасына: анашым, тез жүгіріңіз, әкем есіктің алдында құлап түсті, қолында бір квитанция, ал жерде үлкен бір пакет жатыр, дейді. Түсіндім, демек дүкеншілер тапсырыс берген шубамды әкелген ғой.